Қыз бала дүниеге келді. Қайрат Нұртастың әйелін шын жүректен құттықтаймыз. Жұлдыз Әбдікәрімованы жақсы көретін, оған жақсылық тілейтін оқырмандар мен көрермендер өте көп екені белгілі. Миллионнан астам оқырмандарын Жұлдыз Әбдікәрімова қуанышты жаңалығымен қуантқан екен. Бүгін таңмен таласып, мына жарық дүниеге тәп-тәтті қыз келді. Естеріңізде болса, мен Атырауда жүргенде Гүлназдың ай күні жақындап қалған еді. Сол кезде Астанаға келіп, босанатынын айтып, маған доула болуыма қолқа салған. Сәресіде перзентханадан басталды. Жет деген қоңырау түсті. Арпалысып, ырым тыйымдарын жасап, сүрелерімізді оқып, дәрігердің айтқанын жартылай болса да орындауға тырысып жүріп, босандырып алдық, деп жазды Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің Инстаграм парақшасында. Актрисаның айтуынша, таныс режиссері дүниеге қыз әкелген екен. Сәбидің бауы берік болсын. Барлық жақсылықты тілейміз.